Стресстен арылу, команда құру жаттығулары экстремалды жағдайда әрекет ету қабілетін дамыту. Бұл психологтардың ерлер басым полиция ұжымдары мен сабақтарының әдеттегі тақырыптары. Қызметтен басқа олардың мойнында отбасылық ошаққа қамқорлық пен үй жұмысы жатыр. Ал өздеріне болса уақыт бөлінбей жатады. Погон киген әйелдер үшін арнайы бағдарлама әзірленді. Женский тренинг, он помогает нам ощутить. Әйелдер тренингі ол бізге өмірден бостандық пен қуаныш, жеңілдік сезінуге, бұрынғы реніштерден арылуға және өзіңді бос ұстауға көмектеседі. Өзіңе қамқорлық жасауға, өз қажеттіліктерің мен тілектеріне аса мұқият болуға, ішкі сұлулығыңнан, күш-қуатыңнан және даналығыңнан тірек табуға септеседі. Өзіңізді әртүрлі кейіпкерлермен байланыстыру және метафоралық ассоциативті карталармен жұмыс істеу сіздің ішкі әлеміңізді түсінуге көмектеседі. Ал ұстау арқылы байланыс ашықтық пен түсіністікке ықпал етеді. Терең психологиялық және сауықтыру әсерін беретін шегелерде тұруда қолданылды. Боль такая. Это не боль, это страхи, это зажимы, которые находятся внутри глаз. Полиция қызметкерлерімен өткен жан үйлесімі деп аталатын сабаққа 102 қызметкер қатысты. Қызметтің қарқындығы барысында біз өз мәселелерімізді жиі кейінге қалдырып жатамыз. Адамдарды қорғау және құқықтық тәртіпті сақтау жөніндегі міндеттердің барынша тиімді атқарылуы үшін оларды уақытылы шешіп, ішкі тепе-теңдікке қол жеткізу қажет. Дана Асылханқызы, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.